Сасар лайк, возможно все. Купить квартиру? Легко. Успешный бизнес? Запросто. На работу? С комфортом. Стать фермером? Без проблем. Построить дом? Нет ничего проще. Қайырлы күн, құрметті көрермендер, сіздермен бірге The сұхбат. Бүгін бізде қонақта әнші, актриса, тележүргізуші және қазақтың ең әдемі қыздарының бірі Анара Батырхан. Рахмет. Өмірімде бірінші рет мені осылай біреу серьезно объявлять етті деп айтады. Неге серьезно айттыңыз мені? Қош келдіңіз. Анар, сіз Қош көрдім. Өнер академиясының түлегісіз, е? Иә. Ұстазыңыз кім? Марқұм есім Жекеұлы Сегізбаев деген кісі. Қазір ол кісі өмірден өтті. Сол кісінің шәкіртімін, сол кісінің білімін алып үлгердім, Аллаға шүкір. Қазір енді ондай ұстаздардың саны жоқтың қасы деп айтсақ болады. Сол үшін сол кісінің шәкірті болғаныма мақтанам кәдімгідей. Енді өнер академиясында әрбір курстың өзінің бір ерекшелігі болады. Сіздердің курстарыңыз немен ерекшеленді? Біздің өте жақсы сұрақ. Негізі курс өте ерекше болды, себебі біздің жалпы курсымызды жұлдызды группа деп айтатын. Менің группамнан Қазақстанға беделді тұлғалар шықты. Ол Төреғали Төрәлі, Асылхан Төлепов, Аян Өтепберген, Алтынай Жолдыбаева және де мен. Кәдімгі Төреғали? Кәдімгі Төреғали. Фейк емес, кәдімгі Төреғали. Қайсы анау шалды боқтап баланы ұратын Төреғали? Жоқ, менің группаласым Төреғали. Сол үшін менің ойымша енді біздің группамыз өте ерекше болған сияқты, барлығы өнерлі болды. Сабақ жағынан да біз жақсы беске оқыдық. Өнер жағынан да өзімізді жақсы көрсеттік. Және де ондай курс әлі болған жоқ деп мен ұстаздардан естіп жатам. Жаңа баланы ұрып дегеннен шығады. Жалпы қалай ойлайсыз, баланы ұрып тәрбиелеген дұрыс па? Прям тақырыпқа сай кетіпті ғой сіздің сөзіңіз, сұрағыңыз. Баланы ұру дейсіз ба? Баланы ұрып тәрбиелеген дұрыс па? Жоқ әрине. Бірақ мен ұрған жоқ кішкентайымда. Менде бір сұрақ. Төреғали оқыған 3 кітапты айта аласыз? Ол Абай жолы, ол Оралхан Бөкей, және көптеген монологтар. Енді біз актерлік шеберлікті бітіргендіктен өте көп кітаптарды оқыдық. Сіздер солай қарап отырсыздар ма? Былай қарай кішкене қызық болып отқан сияқты біздің сұхбат. Былай ғой әлгі Құлманбеттен қалған құлын, көдектен қалған көзімді дейді, от тілді, орақ ауызды деп атақты Оразалы марқұмға сондай теңеу айтылады. Оразалы Досбосынов деген ағамыз болған. Енді ақын Төреғалиға қандай теңеу айтасыз? Қандай теңеу дейсіз ба? Мен енді ол жігітті шынымен де өте өнерлі жігіт. Тал бойында бір сондай өнер жағынан міні жоқ деп айтсам болады. Себебі біз студент болып жүрген кезде бізге ұстаздар айтатын, сендердің группаларынан біреу шықсын, өнер көрсетсін деп. Сосын біз ерінетініміз бір қандай да қойылымдарды қоюға, әндерді дайындауға. Сол үшін енді мен старсы болғаннан айтатын Төреғалиға, сен бір арнау айтасаш деп. Және де сол кезде ақындық қасиеті болсын, актерлік шеберлігі болсын, біз бірге спектакль ойнадық дипломкада. Сол кезде ән жағынан болсын, өзін жақсы жағынан көрсететін. Сол үшін енді мен теңеу болғанда жалпы өте өнерлі, өте талантты жан деп қана айта аламын. Әлемде 100-ден аса фобияның түрі бар. Иә. Ал қазақтың бір туар азаматы Төреғалида қандай фобия бар? Бұл сұхбат жалпы мен туралы ма, әлде Төреғали туралы ма? Сол үшін мен келесі сұрақтарға жауап бермей қойын. Маған қатысты сұрақ қойсаңыздар. Жақсы. Бір сұрақ, күлкі өмір дейді. Күлдіре білу өнер
күлкі болу өлім дейді. Сол жалпы өлім дегеннен шығады, өлімнен қорқасыз ба? Қорқам деп айта алмаймын, себебі барлығымыздың баратын жеріміз сол. Ең бастысы, енді әркімнің ажалы қандай жаста болсын келе береді ғой, сол үшін ең бастысы адам болып өту. Менде бір сұрақ, беш бармақ, қуырдақ, пицца, осы үшеуінің қайсысын Төреғали жемейді? Жемейді? Беш бармақ, пицца, қуырдақ. Енді пицца шығар мүмкін? Шынында. Құрметті көрермендер, біздің сұхбатымыз өте қызықты өтіп жатыр, көріп тұрғандарыңыздай. Менде бір сұрақ, Абай атамыз айтады. Иә. Мен бала күнімде естуші едім, біздің қазақ сартты көрсе күлуші еді. Енең дұрайын кен қолтық шүлірлеген тәжік, арқадан үй төбесін саламын деп қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әкөбеде өсіп шыға кетсе қызым боқтасқан, сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе онда боқтап күлуші еді, түйеден қорыққан ноғай, атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады, ноғай дегенше ноқай десеңші. Түкке ыңғайы келмейді, солдат ноғай, қашқын ноғай, башалшық ноғай деп, орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан жаман сасыр бас орыс. Орыс ойына келгенін қылады деп, не айтса соған нанады, ұзын құлақты тауып бер депті. Сондай мен ойлаушы едім, Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі антұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп әлгі аталмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзіменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шаһары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақыреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрады. Әке балаға қимайтұғын малыңды кіре деп сол айдап келіп тұрады ғой. Орысқа қараған соң да орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байларда, үлкен молдаларда, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды, молда медресе сақтап дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып мал табудың да жөнін солар біледі, салтанат әсем де соларда. Оның малдарына құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшы аяғың білән пашыратыға қойған идан түгіл шық сасық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірін қуып, қор болмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып зор болғандық әсері. Орыс қайтар сөзді жоқ, біз құлы күні ғұрлы жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған күлген сөздеріміз қайда? Жақсы. Өнер көркем образдар жүйесі арқылы адамның дүние танымын, ішкі сезімін, жан дүниесіндегі құбылыстарды бейнелейтін қоғамдық сана мен адам танымының формасы дейді. Сіз не дейсіз? Мен мына тақырыпты кішкене тағы сұрақ қойыңызшы. Жақсы. Мен қойсам боламын. Жоқ, сіз қойыңызшы. Мен қояйын ба? Иә, сіз қойыңызшы. Жақсы. Егер сіз дұшпаныңды өлтіруге мүмкіндік болса, қалай өлтіретін едіңіз? Бірінші, итке талату. Екінші, столға басын қойып ату. Үшінші, тістеп шайнап өлтіру. Мен біріншіден оны өлтірмейтін едім. Енді мен мүмкіндік болса. Мүмкіндік болса да мен оны өлтірмейтін едім. Аяғыңыздағы туфли ме? Иә. Жақсы. Сіздікі қандай YouTube носки ма аяғыңызда? Иә. Күшті. Сіз президентпен оңаша қалсаңыз, не айтатын едіңіз? Мен ба, оңашада қалсам? Білмеймін. Төреғали не айтар еді? Төреғали айтар еді бұл нәрсе менің ойымша. Мен саламатсыз болдым. Саламатсыз ба? Ал Асылхан не айтар еді? Мен қайда білмеймін не айтатын олар. Сендер біз сізге ризамыз дейтін шығар. Мен айтатын едім ризамыз деп болды.
кітап жазып жүрсіз бе? Жоқ, жазып жүрген жоқпын. Қаяқтан естідіңіз мен кітап жазып жүрмін дегенді? Сізді аранжировщик дейді, рас па? Жоқ, ол рас емес. Бірақ та студияда қандарын ішем. Аранжировщиктердің. Былай қосайық деп. Демек, сіз дұшпаныңызды үстіге өш алмақ болдыңыз ғой? Қандарын шығару. Иә. Демек, сіздікі 99-шы бап болды. Түсінікті. Блиц сұрақ қойсақ бола ма? Давайте, сөйтейікші. Динамика болсыншы. Инстаграмщик немесе тиктокерші? Инстаграмщица. Аян немесе Асылхан? Аян әлі үйренген жоқ сол үшін. Бигбон немесе Ролтон? Ой, мен ондай демеймін ғой. Ролтон. Шахрухан немесе Митхун? Шахрухан. Кроссовки немесе туфли? Қазір кроссовки. Калифорния немесе Садрадин? Садрадин. Бэтмен немесе Джокер? Бэтмен. БМВ немесе Мерс? Мерс. Дубай немесе Бурабай? Дубай. Бірақ Бурабай да деймін. Бурабай. Ертең маған хейт кетеді то. Мүсірепов немесе Әуезов? Ай, қандай қиын сұрақ. Әуезов. Ди Каприо немесе Төреғали? Мәссаған. Ди Каприо. Мен оны қатты жақсы көремін. Гуйрулағман немесе Сойрулағман? Гуйрулағман. Вот күшті сұрақ болды. Так, біздің Давайте импровизация жасайық. сұрағымыз аяқталған сияқты. Белгілі жүргізуші Аман Тасыған айтқандай, осымен біздің сұхбатымыз тәмам. Сіздермен бірге болған актриса, әнші, тележүргізуші және Төреғалидың группаласы Анара Батырхан. Қош сау болыңыз. Аянның Асылханның группаласы еще. Аянның Асылханның группаласы. Анара. Какая-то Анара. Анара Батырхан. Студиямызға келгеніңізге рахмет. Қош келдіңіз. Күшті сұхбат болды. Өте қызықты. Нема қазір Төреғали не істеп жүрміз? Білмеймін, шақырайық та осы жаққа. Шақырыңыз ғой деп отқанмын. Иә.